жарық күні ғаламның, ұстаз деген анасы ол адамның. Бүкіл әлем мойындайды еңбегін, сен де одан адам болып жаралдың. Ұстазыңды түсінгін сен тереңнен, бар әлемге еңбегімен еленген. Сенің бағың көкке қарай өрлесе, ол да бірге қуанышқа келерген. Армысыздар, құрметті де аяулы ұстаздар қауымы. Ұстаз атты ұлы есім қашанда кісілік келбеті жоғары. Сан мыңдаған шәкірттерге үлгі өнеге, тәлім тәрбие беретін, ізгілік нәрін төгетін ерен еңбектің иелері. Қай қоғамда да ұстаз құрметті орындардың төрінен табылған. Ол адамдардың өмірге көзқарасын, бір-біріне деген сый құрмет сезімін қалыптастырып, білім мен тәрбиенің ұрығын шашатын, адамгершіліктің нұрын төгетін адам. Ұлағатты ұстаздың тәрбие алған адам жақсы қоғамдық қайраткер, ұлы тұлға болып өседі, өмірін дұрыс бағытқа бейімдеп көркейтеді. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы деген сөзде босқа айтылмаған. Баланың бойындағы шынайы білім, біліктіліктің дағдары, мінез қалпы, шарапаттылығы жақсы ұстаздан келген әдет болса керек дей отырып, алдарыңызға кітапханасы мамандарының 31-ші тобының ұстаздарға арналған арнауларын ұсынамыз. Әлемнің данышпан ұстаздары шәкірт жолын толықтырған білімменен, ұстазы ұлағатты адам дерем, әрқашан шәкірттерді жүрген. Ұстазы сәуле шашқан күнде білем, жылулығын аямаған шәкірттерден. Ұстазы таңғажайып адам дерем, шәкірттің жан дүниесін сезіп білген. Азда болса жазып едім мен де өлең, құттықтап ұстаздар күніменен. Мына бізден білім нәрін аямаған алғысымды айтамын сіздерге. Ұстаз деген биік тұлға байсалды, талай шәкірт жүрегіне ой салды. Бар ғұмырын ізденіспен, еңбекпен, білім деген ұлы күшке жол салды. Ұстазымда теңер едім анаға, білім менен нәрін берген балаға. Колледждің оқу залына жасалған ұстаз атты биік әрі мәңгілік атты шағын көрмемізді тамашалауға рұқсат етіңіздер. Ұстаздар күні білім саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі ЮНЕСКО-ның шешімімен 1994 жылдан бері қазан айының алғашқы жексенбісінде аталып өтіп келеді. Осыған орай колледж кітапханасының оқу залына ұстаз аты биік әрі мәңгілік атты кітап көрмесі жасалды. Кітап көрмесіне елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың нақыл сөзі, қазақтың тұңғыш ағартушы педагогы Ыбырай Алтынсариннің, орыс әдебиетінің классигі Маяковскийдің, қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының нақыл сөздері жазылып қойылды. Сонымен бірге ұстаздарға арналған әдістемелік кітаптар және мерзімді басылым беттерінде жарияланған ұстаздардың мақалалары мен газет-журналдар қойылды. Құрметті ұстаздар, сіздерді кәсіби мерекелеріңіз ұстаздар күнімен құттықтаймыз.